Сәлем достар, сіздермен керек кеңес каналы. Бұдан да қызықты ақпараттарды білгілеріңіз келсе, менің каналыма кіріп, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Ең оңай арықтау таңертең салқын душ қабылдау. Арықтай алмай жүргендерге кеңес айтатындар көп ақ. Бірі көкөністі көп жеу керек десе, енді бірі фастфудтан бас тартыңыз деп жатады. Бірақ зерттеулер басқаша сөйлейді. Ғалымдардың пайымынша, арықтаудың қарапайым әдістері де бар екен. Әрине, қанша жыл бойы жинаған артық салмақтан оңай арылу мүмкін емес, алайда арықтай алмайды екенмін деп қолды бір сілтей салуға да болмайды. Сондықтан арықтаудың барлық амалын жасап көрген дұрыс. Ал қазіргі айтатын төмендегі лайфхактардың бірі сізге арықтауға көмегін тигізетіні сөзсіз. Ең бірінші, таңертең салқын душ қабылдаңыз. Жылы төсектен тұрған бойда салқын душ қабылдай аласыз ба? Дәл осы әдіс сізге салмақ тастауға көмектеседі. Салқын су сіздің теріңіздегі майлы тіндерді белсенді етіп, метаболизмді жылдамдатады. Осылайша бөксе мен белге жиналатын майлар ыдырай бастайды. Диетологтардың пайымынша, егер су 16 градустан төмен болатын болса, жауырын мен омыртқа, бүйрек айналасындағы май тіндері белсенді жұмыс істеп, денені қыздыра түседі. Қыздырудың әсерінен артық калориялар жойылып, майлар жиырылатын болады. Дегенмен, жаттығу жасап болғаннан кейін душ қабылдағыңыз келсе, теріңізді басып, дененің салқындығын күтіңіз. Дене қызып, терлеп тұрған кезде салқын душ қабылдауға болмайды. Мұндай салқын судың пайдасы бірнеше минуттардан ақ сезіледі. Арықтаймын деп тым салқын душ қабылдап, соңынан ауырып қалып жүрмеңіз. Бәрі де мөлшерінен аспағаны дұрыс. Арықтаудың амалын бұдан әрі күшейту үшін салқын душ қабылдау кезінде мочалкамен немесе массажермен денеңізді ысқылаңыз. Әсіресе терінің зақымданған жерлеріне көбірек массаж жасаңыз. Душтан шыққан соң целлюлитке қарсы крем жағып массаж жасап қойыңыз. Сонымен қатар душ қабылдау барысында суды барынша қатты ағызып, яғни судың артынан күшейтіп, душты денеңізге 10-15 см ара қашықтықта ұстап, сумен массаж жасаңыз да болады. Тамақтану кезінде көңілді басқа жаққа бұрмаңыз. Жұмыс уақытында асығыс тамақтана салуға болмайды. Бұл сіздің фигураңызға өте зиян. Дәл осылай теледидар қарап отырғанда, кітап оқығанда немесе басқа іспен айналысып жатқанда тамақтанбаңыз. Өйткені мұндай кезде қарныңыздың тойғанын білмей қаласыз. Артық тамақ жеп қоюыңыз әбден мүмкін. Тіпті жұмысыңыз қарбалас болып жатса да, түскі асқа көңіл бөлу керек. Сондай-ақ тамақты жатудан бұрын оның толықтай шайналғанына мән беріңіз. Тамақтануды ауыз қуысында кем дегенде 30 рет шайнаған дұрыс. Одан кейін көзіңізге маска тағып ұйықтаңыз. Арықтағысы келетіндер үшін 7-8 сағаттық тыныш ұйқы өте маңызды. Егер ұйқы тыныш болса, немесе ұйқыңыз қанбаса, бойыңыздағы әлсіздік билеп, тамаққа тәбетіңіз тартып тұратыны анық. Осындай сәтте дастарханда не тұрса, соны жей беруіңіз ғажап емес. Арықтау үшін қанша сағат ұйықтағаныңыз ғана емес, оның сапасы да рөл ойнайды. Ұйқы сапалы болу үшін жатын бөлмені қараңғылаңыз, көзіңізге маска киіп алыңыз. Қараңғыда ұйықтағанның пайдасы зор. Ұйықтар алдында теледидарды сөндіріп, ұялы телефоныңызды алысырақ қойыңыз. Ғалымдар жарық бөлмеде ұйықтайтындар қараңғыда ұйықтағандарға қарағанда 50% май басуға шалдығады екен. Сондықтан да ғалымдардың зерттеуіне құлақ асқан жөн. Одан кейін диеталық сусындар ішпеңіз. Арықтаймын деп көп қыз-келіншектер күнделікті ішіп жүрген шай суынан бас тартып, диеталық сусындарды дайындап ішеді. Бірақ зерттеулерге сүйенер болсақ, осылай әрекет еткендердің қарны тез ашып, тәттіге құмарлығы артады. Себебі мұндай сусындардың құрамындағы тәттілер сіздің тәбетіңізді бірден ашады. Мұндай сусындардың орнына диетологтар қантсыз зімбір шайын ішуге кеңес береді. Зімбір шайы қарынды ұзақ уақыт тоқ қылып, зат алмасуды жылдамдата түседі. Осы айтылғандарды орындайтын болсаңыз, сіз міндетті түрде арықтайсыз, тәбетіңіз де өзінен өзі басылатыны сөзсіз.